небәрі 10 минут уақытыңызды алып, есесіне дәмді болып шығатын пирог іздесеңіз, онда бұл видео сізге арналған. Ең алдымен 2 жұмыртқаға шым-шым тұз салып, миксерлей бастаймыз. Бұл рецептің тағы бір артықшылығы ешқандай таразыны қажет етпейді, яғни барлығын осындай шай ішетін пиаламен өлшеп аламыз. Жұмыртқаның үстіне 1 пиала қантты аз-аздан сала отырып, көпіргенше миксерлейміз. Үстіне 100 грамм майонез қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Одан кейін 1 пиала толы ұнға 1 шай қасық қопсытқыш және шым-шым ванилин салып, араластырып аламыз да жұмыртқаның үстіне аз-аздан салып миксерлейміз. Пирогтың қамыры сәл сұйықтау көрінгесін, тағы жарты пиала ұн қостым. Нәтижесінде осылай қою масса шығады. Диаметрі 20 сантиметрлік формаға массаны құйып, 180 градусқа пешке саламыз. Шамамен 35 минуттан кейін пирогымыз 2 есе көтеріліп, өте дәмді болып шықты. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп қойыңыз.